Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 88-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасай аласыңдар, балалар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық, ә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін? Зат есімнің жіктелуі. Зат есімді жіктеуді білемін, жіктік жалғауларын ажырата аламын. Бірінші балалар бізде 17-ші жаттығу өлеңдерді оқы дейді, иә? Бірінші өлең бізде. Құс сұлуы аққумын, табиғат көркін сыйлаған. Мылтығын кезеп еш мерген, атуға көзі қимаған. Екінші өлең. Мен торғаймын, суықта да тоңбаймын. Құрт құмырсқа шіркеден бау-бақшаны қорғаймын. Мұрат Қуанышбеков дейді. Енді балалар бізге астында тапсырма берілген екен, сол тапсырмаларды орындайық. Бірінші, қарамен жазылған сөздердің қай сөз табында тұрған айт, түбірі мен жалғауын ажырат дейді. Бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұр дейді, иә? Енді балалар, бұл жерде қарамен жазылған сөздер аққумын, торғаймын сөздері, иә? Яғни балалар, бұл жерде аққумын, торғаймын сөздері сөз таптарының ішінде зат есімде тұр екен, иә балалар? Енді бұл сөздерді сөз құрамына талдасақ бізде балалар, аққумын сөзінің түбірі аққу болады, оған жіктік жалғауының мын деген жалғауы жалғанып тұр екен. Торғаймын түбірі торғай, оған мын деген жіктік жалғауының бірінші жағының жалғауы жалғанып тұр екен. Енді бұл сөздер сөйлемде қандай мүше болып тұр дейді. Бұл сөздер балалар сөйлемде баяндауыш болып тұр екен, иә балалар? Енді келесі бізде балалар 18-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз дейді, иә? Мен оқушымын, сен оқушысың және ол оқушы. Бір-біріңе түсіндіре отырып сөйлем мүшесіне талдаңдар. Не байқадың? Баяндауыш қай сөз табынан болып тұр дейді. Енді бірінші балалар, осы үш сөйлемді әдемілеп дәптерлеріңе көшіріп жазып алыңдар, иә, осылай. Енді сөз таптар, яғни сөйлем мүшелеріне талдайық, иә, балалар. Мен оқушымын. Бұл жерде балалар оқушымын. Баяндауыш болып тұр, иә? Кіммін? Оқушымын. Бұл балалар бізде зат есімнен жасалған баяндауыш екен. Мен, кім? Мен, бұл бізде бастауыш. Келесі, сен оқушысың. Оқушысың баяндауыш, сен бастауыш болады. Ол оқушы. Оқушы бізде баяндауыш болады, иә? Зат есімнен жасалған баяндауыш, ол бізде бастауыш екен, балалар. Енді балалар, бұл жерде не байқадың дейді. Баяндауыш қай сөз табынан болып тұр дейді. Енді балалар, бұл жерде баяндауыш зат есімнен болып тұр екен, иә? Жаңа айтқанымыздай, сөз таптарының ішіндегі зат есімнен жасалып тұр екен, балалар. Енді зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда, оған бірінші, екінші жақта жіктік жалғау жалғанады дейді. Жіктік жалғаулар баяндауыштың қай жақ екеніне байланысты жекеше, көпше түрде жалғанады дейді. Яғни балалар, бірінші жақта жекеше түрде бын, бін, мын, мын, пін, пін, көпше түрде біз, біз, мыз, мыз, пыз, піз жалғаулар жалғанады екен. Ал екінші жақта жекеше түрде сың, сің, көпше түрде сыңдар, сіңдер деген жалғау жалғанады екен, балалар. Ал үшінші жақта балалар ешқандай жалғаусыз жалғанып, ешқандай жалғау жалғанбай жасалады екен, иә, балалар? Енді келесі бізде балалар 19-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Мен экологпын. Сен бишілер тобының мүшесісің. Олар табиғатты қорғаушылар. Сіздер атақты кәсіпкерсіздер. Сөйлем мүшелеріне талда, баяндауыштар қай сөз табынан болып тұр дейді. Енді бұл жерде балалар бірінші сөйлемдерді көшіріп жазып аламыз, иә? Одан кейін осылай талдаймыз, балалар. Енді мен экологпын. Бұл жерде балалар экологпын сөзі зат есімнен жасалған баяндауыш болып тұр. Одан кейін мен, кім? Мен бастауыш болып тұр. Одан кейін сен бишілер тобының мүшесісің. Кімісің? Мүшесісің. Бұл бізде баяндауыш, зат есімнен жасалған баяндауыш. Кім мүшесі? Сен, сен мүшесісің. Сен бізде бастауыш екен. Сен қандай топтың мүшесісің? Бишілер тобының. Яғни балалар, бишілер тобының деген бізде анықтауыш болады екен, яғни тұрлаусыз мүше болады екен. Оны біз ирек сызықпен сызамыз. Одан кейін олар табиғатты қорғаушылар. Кімдер? Қорғаушылар. Яғни қорғаушылар дегеніміз бізде балалар зат есімнен жасалған баяндауыш екен, иә? Кімдер қорғаушылар? Олар қорғаушылар. Яғни олар деген бізде бастауыш болады екен. Нені қорғаушылар? Табиғатты қорғаушылар. Бұл бізде балалар толықтауыш екен, иә? Яғни
тұрлаусыз мүше болып тұр. Оны үзік-үзік сызықпен сызады екенбіз. Келесі, сіздер атақты кәсіпкерсіздер. Кәсіпкерсіздер, кімдерсіздер? Кәсіпкерсіздер. Бұл бізде балалар зат есіміне жасалған баяндауыш. Кімдер кәсіпкерлер? Сіздер кәсіпкерсіздер. Енді балалар, сіздер деген бұл жерде бастауыш екен. Қандай кәсіпкерсіздер? Атақты кәсіпкерсіздер. Яғни атақты деген бізде балалар қандай деген сұраққа жауап береді, яғни анықтауыш болып тұр, иә балалар? Енді бұл жерде балалар баяндауыштар, яғни экологпен, қорғаушылар, мүшесісің, кәсіпкерсіздер деген баяндауыштар зат есімнен болып тұр, иә? Яғни зат есімнің сұрақтарына жауап беріп тұр, иә? Яғни баяндауыш зат есімнен болып тұр дегенді білдіреді. Келесі бізде балалар 20-шы жаттығу. Зат есімдерді тиісті жалғауларымен сәйкестендір дейді. Яғни ақын, студент, аспаз, әнші, күйші, ұста, бала деген бірінші жақта бізде осындай зат есімдер берілген екен. Одан кейін екінші жақта бізде жіктік жалғаулары жазылған екен. Сол зат есімдерге жіктік жалғауларын жалғап біз сәйкестендіріп жазуымыз керекпіз. Мысалы балалар, мысалы бізде былай жаздық: ақынбыз, студентпіз, аспазбын, әншісіңдер, күйшіміз, ұстасыңдар және баласың. Осылай балалар жіктік жалғауын жалғап жазып қойсаңдар болады екен. Келесі бізде 21-ші жаттығу. Берілген сөздерді жекеше көпше түрде жіктеп жаз дейді. Жұмысшы, іні. Одан кейін түбір зат есім мен тәуелдеулі зат есімнің жіктелуінде айырмашылықтың бар жоғын айт дейді. Яғни балалар, бұл жерде біз жұмысшы, іні сөздерін жекеше және көпше түрде жіктеп жазуымыз керек екенбіз. Мысалы, біріншіде бізде балалар жұмысшы сөзі жекеше түрде бірінші жақта мен жұмысшымын, екінші жақта сен жұмысшысың, сыпайы түрде сіз жұмысшысыз, үшінші жақта ол жұмысшы болады. Көпше түрде біз жұмысшымыз, сендер жұмысшысыңдар, сіздер жұмысшысыздар, олар жұмысшылар болады екен, иә? Енді іні сөзі. Іні сөзін жекеше түрде мен інімін, сен інісің, сіз інісіз, ол іні болады. Көпше түрде біз ініміз, сендер інілерсіңдер, сіздер інілерсіздер, олар інілер болады екен, иә? Осылай балалар жіктік жалғауын жалғап, әдемілеп дәптерімізге түсіріп аламыз. Енді келесі бізде балалар 22-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Төбесінде айдары, мінезі де жайдары. Көрсе ұнатар сан кісі, құс біткеннің сәндісі, күнбағысқа ұқсайтын бұл қай құс дейді. Жұмбақтың шешуіндегі құс туралы дерек көздерден ақпарат жина, осы құстың атауын жекеше және көпше түрде жіктеп айт дейді. Енді балалар, бұл жұмбақты жауабы бізде тауыс екен, иә? Тауыс деген құс екен, иә? Енді осы туралы бізде жұмбақтың шешуіндегі құс туралы дерек көздерден ақпарат жина дейді. Яғни тауыс туралы ақпарат жинауымыз керекпіз. Тауыс планетамыздағы ең маңғаз әрі ең әдемі құстардың бірі. Тауыстардың нағыз құйрығы небәрі 50 сантиметр және тұрпайы көрінеді. Ал оның жайғанда көздің жауын алатын қауырсындары шын мәнінде құйрық үсті қауырсындары. Мұндай тамаша қауырсындар тек аталық тауыстарда ғана болады. Павлиндер ұша алады. Павлин дегеніміз, яғни бізде тауыс, иә? Алайда құйрығының ауырлығынан алысқа ұшу оларға қиындық тудырады. Сондықтан олар көп ұшпайды, тек бір қауіпті сезгенде ғана ұшады дейді. Яғни балалар, біз ақпарат көздерінен осындай тауыс туралы осындай ақпарат жинадық, иә? Енді осы құстың атауын, яғни тауыс сөзін біз жекеше және көпше түрде жіктеп жазуымыз керекпіз, иә? Яғни ол былай болады екен. Жекеше түрде мен тауыспын, сен тауыссың, сыпайы түрде сіз тауыссыз, үшінші жақта ол тауыс болады. Көпше түрде біз тауыспыз, сендер тауыссыңдар, сіздер тауыссыздар, олар тауыстар болады екен. Осылай балалар жіктеп жазып қоямыз балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар қазақ тілі, математика сабақтарының жаттығуларын, есептерін бірге талдап, бірге шығаратын боламыз балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.